Сәлематсың ба, менің құрметті оқушым? Математика пәнінің біз 57-ші сабағына келіп жеттік. Сабақтың тақырыбы уақыт, сағат. Сен бұрынғы сабақтардан, өткен сабақтардан шамаларды білесің. Яғни масса, ұзындық, сыйымдылық деген секілді. Бүгін жаңа шамамен танысасың, ол уақыт. Яғни уақыттың өлшем бірлігі сағатпен танысатын боласың. Бірінші тапсырмаға бірден назар аудар. Сенің алдыңда бірнеше суреттер тұр. Ол суреттерде не бейнеленген? Ол суреттерде сағат бейнеленген, яғни сағаттың әр түрі. Мысалы, бірінші тұрған сағат бұл құм сағат. Ежелгі заманда электронды сағаттар болмаған уақытта адамдар құм сағатты пайдаланған. Яғни құм сағатқа қарай отырып, сағаттың неше екенін анықтаған. Екінші сағатта электронды сағат көрсетілген. Бұндай электронды сағаттар кейбір үйлерде болуы мүмкін, кейбір үйлерде жоқ болуы мүмкін, бірақ барлығымыздың смартфонымызда, ұялы телефонымызда электронды уақытты көрсететінін білесің. Сондықтан да ол электронды сағатқа жатады. Үшінші суреттегі сағаттың түрі бұл қол сағат, аты айтып тұрғандай, қолға тағатын сағат. Төртінші суреттегі бұл қалта сағат. Қазіргі замандағы ер адамдардың қалтасынан бұндай сағатты табу мүмкін емес болар, бірақ ертеде осыдан бірнеше жылдар бұрын ер азаматтардың қалтасында осындай сағаттар болған екен. Және бесінші сағат бұл қабырға сағат. Бұл сағат сенің сыныбыңның бөлмесінде, немесе өзіңнің үйіңнің бөлмесінде әбден болуы мүмкін. Міне сағаттың түрлерімен танысып алдың. Енді толығырақ уақыттың өлшем бірлігіне тоқталайық. Уақыт бұл жаңа айтып кеткенімдей масса, ұзындық секілді шама. Оның өлшем бірлігі сағат. Ендеше сағаттың құрылымымен танысайық. Мынау сенің алдындағы сағат. Қол сағатта да осы бейне көрсетілген, қабырға сағатта да осы бейне көрсетілген. Сағатты көріп тұрсаң, жиегінде нүктелері бар, сағатта айналған. Және ондағы цифрлар бар. Бұл нүктелер мен цифрлар сағаттың циферблаты деп аталады. Міне көрсетіліп тұр ғой сызбамен, циферблат. Ал ондағы қозғалмалы екі тілше бұл сағаттың тілі деп аталады. Ол қысқа және ұзын тілшеден тұрады. Сағаттың қысқа тілі үнемі қазіргі уақытты көрсетеді. Ал үлкен тілі 12-де тұрған кезде, біз соған қарап қазір сағаттың неше екенін анықтаймыз. Ең басты назарды сағаттың кіші тіліне аудар алғашқы уақытта. Сағатты әбден уақытты анықтауды үйренгенше. Ендеше, екінші тапсырмаға қарап бірге орындап көрейік. Сағаттың құрылымын құрастырып, уақытты көрсетіп, тапсырмада былай дейді: сағатты үлгісін жаса. Сағат тілін айналдыр. Уақыттың неше болғанын айт. Бұл тапсырмада сен бірнеше әрекетті жасайсың. Ең біріншісі сағаттың үлгісін жаса дейді. Егер мұғалімің саған осындай тапсырма берген болса, сен картон қағаздан, қатты қағаздан дөңгелек бір затты қойып отырып, бастырып алып, сосын өзіңнің сүйікті қарындаш, фломастерлермен осылай бояп, циферблатты салып, онда цифрларды орналастырып, картондан сағат жасасаң болады, А мен мында суретпен көрсетемін. Енді оған цифрларды орналастырайық, Ең төбесінде біз білетіндей, мына жерде үлкен нүктеде 12 орналасады. Одан кейін кете береді. 1, 2, 3, 4, 5, 12-ге дәл қарсы, 12-нің жартысы 6, мында 7, 8, 9, 10, 11. Осылай сағатты жасап алсаң болады. Енді оның қысқа тілін және ұзын тілін орналастырайық. Мысалы айталық, қазір сағат 6 болуға жақын, кешкі 6. Демек, сағат нақты уақытты көрсеткен кезде қысқа тілі сол уақытта тұрады.
ұзын тілі үнемі 12-ні көрсетіп тұрады. Міне, біз осыған қарап, сағаттың неше екенін айта аламыз. Қазір сағат дәл 6. Сен сағатты картоннан жасаған болсаң, міндетті түрде сенің жасаған сағатыңның тілі қозғалады, иә? Соны айналдырып көр дейді, міне екінші тапсырмада айтып тұр ғой. Айналдырып көр, яғни сағаттың қысқа тілін жылжыт, 10-ға қарай жылжыт. Ол кезде сағат 10-ды көрсетеді. Келесі ары қарай сағатты 3-ке қарай жылжытсаң, сағат қазір дәл 3 екенін көрсетеді. Осылай айналдыра отырып, сағатты қолдануды және уақытты атауды үйренсең болады. Әрине, үлкендердің көмегімен. Біз уақытты алмай келесі тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада былай дейді. Әлияның апта бойы не істегенін қара. Уақытты сағат бойынша анықта. Бірінші іс-әрекетіміз суретке қарап отырып, Әлия апта бойы не істегенін анықтайық. Қарап отырсақ, Әлия велосипед тепкен, сурет салған, билеген, домбыра тартқан, кітап оқыған, жүзуге барған. Яғни ол үйірмелерге қатысатын болып тұр. Әр күні, әр уақытта, әр түрлі үйірмеге барады. Енді уақытты сағат бойынша анықтайық екінші тапсырмада. Әлия аптасына 2 рет биге баратын көріп тұрмыз, дүйсенбі және жұма күндері. Ол биге сағат нешеде барады? Қараймыз. Дүйсенбі күні сағат 1-де барады. Өйткені сағаттың кіші тілі, қысқа тілі 1-ді көрсетіп тұр. Ал ұзын тілі 12-ні көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз сағат 1 деген сөз. Ал жұма күні ол биге сағат 4-те барады. Сейсенбі күні Әлия қайда барады? Сейсенбі күні Әлия домбыра үйірмесіне барады. Сағат нешеде домбыра үйірмесіне барады? Сағат 2-де. Қысқа тілі қайда тұр, соған назар аударамыз, сағатты. Келесі. Сәрсенбі күні Әлия сағат нешеде велосипед тебуге шығады далаға? Сағаттың қысқа тіліне назар аудар. Әлия сәрсенбі күні велосипед тебуге сағат 3-те шығады. Келесі, Әлия бейсенбі күні сағат нешеде сурет салуға барады? Әлия бейсенбі күні сурет салуға сағат 2-де барады. Жұманы біз айттық. Сенбі күні Әлия досымен бірге кітапханаға барады. Олар сағат нешеде кездеседі кітапханада? Сағаттың қысқа тілі 5-те тұр, демек олар сағат 5-те кездеседі. Және Әлия жексенбі күні жүзуге қатысады. Жүзу үйірмесі сағат нешеде басталады? Сағат 3-те басталады. Міне осылай ауызша орындасақ болады тапсырманы. Төртінші тапсырмада өте оңай, бұл жерде қарапайым ғана есептейміз және міндетті түрде жанына өлшем бірлігін жазамыз. Мысалы, біріншісінде 3 сағатқа 4 сағатты қосқанда мәні нешеге тең болады? Өзіміз білетіндей 3-ке 4-ті қосамыз. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең. 3-тен кейін 4 рет алға санайсың, білмесең. Және міндетті түрде екі жерде де сағат деп тұр ғой, сондықтан ортақ өлшем бірлікті жазамыз сағат деп. Әрі қарай 9 сағаттан 5 сағатты азайту керек. Бұны де дәл солай орындай бересің. Бұны әрі қарай өзің орында. Мен біреуін көрсеттім. Енді екі таңбалы сандарға келетін болсақ, мысалы 60 сағаттан 40 сағатты азайту керек болса, біз 6 ондықтан 4 ондықты азайтамыз. 6 ондық пен 4 ондықтың айырмасы 2 ондыққа тең. 2 ондық дегеніміз ол 20. Өлшем бірлігін жазамыз, яғни 20 сағат. Осылай қалғанын орындасам болады. Мұнда екі амалмен есептеу берілген. Бұл жерде бірінші 10 сағатқа 10 сағатты қосып ал. 20 сағат шығады. Енді шыққан 20 сағатқа тағы 20 сағатты қосасың. 40 сағат болады. Осылай келесісінде орындайсың. Соңғы тапсырма, 5-ші тапсырмада былай дейді. 2 сурет берілген. Әр суретте арада қанша сағат өткенін анықта дейді. Бірінші суретке қарайық. Мына суретке. 2 сағат берілген.
бірінші сағаттың қысқа тілі 8-де тұр, ұзын тілі 12-де тұр. Бұл дегеніміз қазір сағат 8 деген сөз. Келесі, екінші сағаттың қысқа тілі 10-да тұр, ұзын тілі 12-де тұр. Бұл дегеніміз сағат 10 деген сөз. Енді ойлан, 8 бен 10-ның арасында неше сағат өтті? 8, 8-ден 9-ға дейін 1 сағат, 9-дан 10-ға дейін 2 сағат өтті, яғни арада мұнда 2 сағат өтті. Келесі суретке қарай ғой. Бұл жердегі бірінші сағаттың қысқа тілі 6-да тұр, ұзын тілі 12-де тұр. Бұл дегеніміз сағат 6-ны көрсетіп тұр деген сөз. Екінші суретте сағаттың қысқа тілі 9-да тұр, ұзын тілі 12-де тұр. Бұл дегеніміз қазір сағат 9 деген сөз. Енді ойлана ғой, 6 мен 9-дың арасында неше сағат өтті? Міне 6-дан 9-ға дейін неше сағат өткенін табу керекпіз. 6-дан 7-ге дейін 1 сағат өтеді. 7-ден 8-ге дейін 2 сағат өтеді. 8-ден 9-ға дейін 3 сағат өтеді. Екінші суретте арада 3 сағат өткен болып тұр. Міне кітаптағы тапсырмалардың барлығын ауызша орындадық. Енді дәптердегі тапсырмаларға көшейік. 57-ші сабаққа дәптерде барлығы 2-ақ тапсырма ғана берілген. Өте оңай. Қазір орындап көрейік. Бірінші тапсырмада былай дейді. Сағатқа сәйкес уақытты сызып қос дейді. Сағатқа сәйкес уақытты сызып қос. Бірінші сағатта 9-ды көрсетіп тұр, тағы да қайталап айтамын. Қысқа тілі қай санда тұр, қай цифрда? Демек, уақыт сол уақытты көрсетіп тұр деген сөз сағат. Мұнда қысқа тілі 9-да тұр, ұзын тілі 12-де тұр. 12 дегеніміз дәл сол уақытты білдіріп тұр, Ендеше бұл сағат 9 екенін білдіреді, біз сызықпен қостық, міне нұсқармен. Келесі, екінші суретте қысқа тілі 1-де тұр, ұзын тілі 12-де тұр. Бұл дегеніміз қазір сағат 1 деген сөз. Демек, екінші суретті сағат 1-мен қосамыз. Үшінші суретте сағат 2-ні көрсетіп тұр. Демек, бұл суретті сағат 2 деген жазбамен қосамыз. Соңғы суретте сағаттың 3 екенін көрсетіп тұр. Демек, бұл суретті біз екінші жазбамен қосамыз. Екінші тапсырмада енді керісінше сағат тілінің суретін көрсетілген уақытқа сәйкес салуымыз керек. Мұнда қарап тұрсақ, сағаттың ұзын тілі бар, үлкен тілі. Ол 12-ні көрсетіп тұр, яғни тура уақытты көрсетіп тұр. Біз енді оның қысқа тілін сала отырып, сағатты көрсетуіміз керек. Сағат 3 деп жазылып тұр мұнда. 3 деген уақытты көрсетуіміз керек. Демек, сағаттың қысқа тілі 3-ке қарайды. Мұнда сағат 8 дейді. Демек, сағаттың тілі 8-ге қарайды. Мұнда сағат 10 дейді. Демек, сағаттың тілі 10-ға қарайды. Міне, 57-ші сабаққа берілген барлық тапсырмаларды орындап болдық. Барлығын менімен бірге дәл осылай дұрыс орындаған болса, жарайсың балақай. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.